Бұл үшеуі Кореядағы ең бай жасмыға келеді. Олар қайда барса да жанкүйерлер қоршап жүреді. Үлкен ағасы Хённен кездескен әрбір әйелге ғашық бола береді. Кем дегенде атасы оны осылай сипаттайды, оны үмітсіз жүргіш деп атайды. Екінші ағасы Чири оның тұйық, қырсық әрі салқынқанды. Аталарының айтуынша ол тек басбұзар ғана. Ең кенжесі Сиу, дарынды әнші композитор және музыка әлемінде ерекше тұлға, бірақ атасы оны да жай ғана ойын құмар деп есептейді. Бір күні үш ағайындыға да аталарынан бірдей хабарлама келді. Онда егер келмесе, олардың несие карталары бұғатталатыны ескертілген еді. Таңдау қалмаған соң, әрқайсысы өздерінің қымбат көліктерімен үйге қайтып оралды. Алайда оларды шақырған адам Лоун Сан хатшы болып шықты. Ол әрқайсысына шақыру қағазын табыстады. Олар ашып қарағанда бұл аталарының 38-ші үйлену тойына арналған шақыру екенін білді. Джи оны ашуланып, шақыру қағазын бірден лақтырып жіберіп, бармайтынын айтты. Сиу болса, келесі тойды күтемін деп әзілдеді. Тек Хён мен ғана баруға келісті. Тіпті ол атасына ұмытылмас сыйлық дайындауды да жоспарлады. Дейіз алдында Хённен достарымен бәс тігеді. Есіктен бірінші кірген қызды үйлену тойына қонақ ретінде ертіп барамын дейді. Бірнеше минуттан кейін жаңбыр жамылғысын киген қыз кіріп, қай клиент пиццаға тапсырыс берді деп сұрады. Бөлме күлкіге толды. Ол пиццаны жеткізді, бірақ клиент әдейі оған қиындық туғызды. Олар тапсырысты тек ең әдемі қыз жеткізуі керек деп айтып, жеткізу ақысын төлеуден де бас тартты. Хённен көмектеспек болып еді, бірақ ол үлгермей тұрып, қыз мәселені өзі шешіп тастады. Клиент ақыры мойындап кешірім сұрады. Бәрін көрген Хённен қатты әсерленді. Қыздың аты Хаван. Ол кішкентай кезінде анасынан айырылған, кейін әкесі қайта үйленген. Қазір ол өгей шешесімен және өзін жаман көретін өгей сіңлісі Юамен бірге тұрады. Үйдің барлық жұмысын өзі істейді, тіпті балконда ұйықтайды. Бүкіл қиындықтарға қарамастан, ол ешқашан шағымданған емес. Ақыры өзі армандаған университетке түсті. Оқу ақысын төлеу үшін 4 миллион вон жинамақ болып, аптасына 10-ға дейін қосымша жұмыс істеді. Сол күні Хённен оған ұсыныс жасады. Уақытша қызы бол, мен саған 1 миллион вон төлеймін деді. Хаван оның сөзіне сенген жоқ, және бірден бас тартты. Кетер алдында Хённен оның қолына өзінің телефон нөмірін жазып, ойым өзгерсе, хабарлас деп айтты. Хаван оқу ақшасын өзі табаламын деп сенді. Бірақ келесі күні анасының жатқан жеріне барғанда 5 жыл бойы жалға төленбегендіктен орнына алынып тасталғанын білді. Үмітсіз күйде ол менеджерден орнына қайтаруын өтінді. Кездейсоқ, дәл сол жерде өзінің анасын зиярат етіп жүрген Чи оның бәрін көріп тұрды. Кейін Хаван автобус аялдамасында жалғыз отырды. Әрдайым мықты әрі үмітті болғанымен көз жасын тия алмады. Ақыры ол Хённенге барып, уақытша қызы болуға келісті. Осы бір ғана шешім оның өмірін түбегейлі өзгертті. Бұрын суық сөйлеген әйелдің жүрегі енді ғана жайлап гүлдей бастағандай болды. Дәл сол сәтте олардың атасы 38-ші әйеліне үйленіп жатқан еді. Алайда атасы ешқашан күтпеген нәрсе немересінің үйлену тойына келіп, қасында ақ көйлек киген қызды ертіп келуі еді. Ол қатты ашуланды. Оған бәрі анық еді. Хённен бұл рәсімді бұзу үшін келген. Хаван тез кешірім сұрады да, Хённенге де кешірім сұрауды өтінді. Көпшілікті таңғалдырғаны әдетте қысық әрі тентек Хённен оның сөзін тыңдады. Бірақ нағыз досынсый, Хаванның оның уақытша қызы екені, әрі бұл үшін 1 миллион вонға жалданғаны белгілі болғанда болды. Бай төраға одан көзін ала алмады. Ол хатшы Лоун Санға оның өткенін тексеруді тапсырды. Олар көп ұзамай оның анасынан ерте айырылғанын, қазір өгей шешесімен, өгей сіңлісімен бірге тұратынын білді. Әкесі жыл бойы үйден тыс жерде жұмыс істейтін, тек анда-санда ғана оралатын. Отбасы қаржылай қиындық көретін, сондықтан Хаван университет ақысын төлеу үшін тек өзіне ғана сеніп, жартылай жұмыс істейтін. Оның жағдайын түсінген соң, төраға батыл шешім қабылдады. Ол Хаванды өз вилласына шақырды. Ол келгенде не үшін шақырғанын сұрады. Ол еш ойланбастан Хаванға Sky House-ға көшіп келіп, оның 3 тентек немересін тәртіпке салуын қалайтынын айтты. Оның орнына ол барлық университет шығындарын төлеп, кез келген орынды тілегін орындайтынын уәде етті. Бұл ұсыныс оны қызықтырды, бірақ 3 бай әрі тентек жігітті басқара алатынына күмәнданды. Соңында ол бас тартты.
Кейінірек дүкенде жұмыс істеп жүргенде журналистер кенеттен дүкеннің алдына жиналып, оның Хён Миннің қалыңдығы екенін сұрады. Не істерін білмей, абдырап тұрған сәтте, Хён Мин дер кезінде келіп, оны құтқарып әкетті. Хаван ашуланып, оның өтіріп үшін енді қалыпты өмір сүре алмайтынын айтты. Хён Мин сабырлы түрде 5 минут ішінде бұл жаңалық жоғалатынын айтты. Ол біреуге қоңырау шалып, егер бас тартса, барлық жарнаманы алып тастайтынын айтып, қалыңдығы туралы барлық жаңалықтарды өшіруді бұйырды. Ақшаның бәрін басқара алатыны анық болды. Мәселе шешілген соң, Хаван көліктен шықты. Дәл сол сәтте оған әкесі анасының күлін алып кеткені туралы қоңырау келді. Сол кеште ол әкесімен бетпе-бет кездесті. Ол әкесіне 4 миллион вон күтім ақысын төлегенін еске салды, бірақ әкесі суыққанды түрде, өліп қалған адамға сонша ақшаны неге босқа жұмсайсың деп жауап берді. Оның өгей шешесі бұл ақша екі қыздың да университетте оқуына жететін еді деп қосты. Тек сол кезде ғана Хаван өгей шешесінің қаншалықты есепшіл екенін түсінді. Ол оқу ақысын төлеу үшін жартылай жұмыс істегенін, тіпті балконда ұйықтағанын түсіндірді, бірақ әкесі оған сенбеді. Керісінше ол қызын әйелімен арасына от салмақ болды деп айттап, шапалақпен ұрды. Жүрегі жараланған Хаван кетіп қалмақ болды. Өгей шешесі өзін мейірімді етіп көрсетіп, оны тоқтатып, әкесінің тек ашуланғанын, бұл сөздерді жүрегіне алмауын айтты. Анасының күлін құшағына алып, Хаван қайда барарын білмей, көшелерде жалғыз өзі сенделіп жүрді. Үміті үзіле бастағанда оған төраға қоңырау шалды. Ол ұсынысының әрі деп ішінде екенін айтты. Sky House оған әрдайым ашық болатынын жеткізді. Бұл жолы ол келісімін берді. Ол келгенде хатшы Лиін әлдеқашан күтіп тұрды. Көп ұзамай 3 жасымызда да қайтып келді. Өмірінде алғаш рет Хаван нағыз сән-салтанатты сезінді. Хатшы Лиін өзі тамақ дайындап берді, ал ол кең әрі тап-таза бөлмеде ұйықтады. Дегенмен сол жайлылықтың өзінде де ұйықтай алмады. Балконда ұйықтауға үйренген ол, көрпені құшақтап, үстелдің астына оранып жатты. Сонда да бұрынғыдан әлдеқайда жайлы екенін мойындауға тура келді. Келесі таңертең оны мол дастархан күтіп тұрды. Лиін оған алдымен тамақтануды айтты. 3 жас мырзаның ешқашан бірге тамақ ішпегенін түсіндірді. Хавон дастарханға қарап отырып, байлардың өмірі қаншалықты сән-салтанатты екенін түсінді. Сол кезде төраға бейне қоңырау арқылы пайда болды. Қысқаша амандасқан соң ол оған алғашқы тапсырмасын берді. 3 ағайындыны бірге отырып тамақтандыру. Лиін оған келісімшарт ұсынды. Әр орындалған тапсырма үшін ол сыйақы алатын болды. Тапсырманың қиындығына қарай сыйақы мөлшері де арта түседі. Алайда егер ол сәтсіздікке ұшыраса, бірден Sky House'тан кетуі керек еді. Ең басты ереже романтикалық қарым-қатынастарға қатаң тыйым салынған. Басында Хавон бұл қиын болмайды деп ойлады. Ақырында отбасы мүшелері үшін бірге тамақтану қалыпты нәрсе емес пе? Бірақ ол көп ұзамай бәрі әлдеқайда күрделі екенін түсінді. Олар ағайынды болса да, араларындағы қарым-қатынас үйлесімді болудан алыс еді. Осы уақытта Ли Юнсон оның бұрынғы үйіне барып, заттарын жинады. Оның өгей шешесі Sky House'тың хатшысы Лиінің атын естігенде мүлде аң-таң болды. Өгей шешесі бірден жылы жымиып қарсы алғандай болды, бірақ Ли Юнсон оған тек антипатия сезінді. Ол Хавонның шынымен Sky House'ға көшіп келгеніне сенбейтіні анық еді. Лиін Хавонның заттарын алып кетуге дайындалып жатқанда, өгей шешесі дереу қызы Юнаны шақырып, танысып алуға тырысты. Юна аңқау әрі тәтті қыз болып көрінуге тырысты, бірақ Ли Юнсон оған тіпті көзге салмады. Sky House'қа қайтып бара жатқанда, Ли Юнсонға біреу қоңырау шалып, ол кенеттен кетуге мәжбүр болды да, жүкті жол жиегіне қойып кетті. Өкінішке қарай ол кездейсоқ суға құлап кетті. Хавон сыртқа шығып, заттарының су бетінде ағып бара жатқанын көргенде, абдырап, оларды бір-бірлеп жинау үшін суға секірді. Дәл сол сәтте Хён Мин мен Си оны байқап қалды. Олар оның неге қоқысқа ұқсайтын заттарды жинап жүргенін түсіне алмады. Хавон бұл заттардың оның қазынасы екенін айтты. Си тез арада ау тауып, оны судан шығарып алуға көмектесті. Дәл сол кезде Джи жақындап келіп, ағып кеткен ақ раушан гүл шоғын ұстап тұрды. Гүлдерді көргенде, ол Хавонның анасын көруге барған кезде ұстаған гүл шоғын есіне алды. Өз бөлмесіне оралғанда, Хавон Джи-унның су болған аяқ киімін байқады. Құтқарылған гүлдер мен оның су болған аяқ киіміне қарап, ол кенеттен оның суық мінезінің артында ешкім білмейтін бір құпия жасырынғанын түсінді. 3 ағайынды болғанымен, олардың қарым-қатынасы шиеленісті. Олар бала кезінен бері бірге отырып тамақ ішпеген. Бұл атасына үнемі бас ауруын тудырды.
Сол себепті ол Хавонға алғашқы тапсырмасын берген еді, үшеуін бірге отырып тамақтандыру. Келесі таңертең ол өз жоспарын бастады. Ол алдымен Хён Миннің бөлмесіне барды. Оның кенеттен пайда болып, жұдырығын көтеріп қорқытқанына таң қалған Хён Мин амалсыздан келісті. Сосын ол жүзу бассейнде жүрген Джи Унға барды. Ол жүзу киімі жоқпын деп қорқытып, оны қуып жібермек болды. Алайда Хавон сабырмен оның телефонын көрсетіп, қайтарып алғың келсе, таңғы асқа кел деді. Басқа амалы қалмаған Джи Ун келісе кетті. Соңында ол Сиуға жақындады. Таң қаларлығы, Хавонда болатынын естіген бойда, ол еш ойланбастан келісе кетті. Өзіне сенімді Хавон ас үйде таңғы асты өзі дайындады. Бірінші болып келген Хён Мин еді, бірақ ол бірден оны мазақтай бастады. Көп замай Сиу кіріп, Хён Минді көргенде, онымен бірге тамақ ішуден бас тартатынын айтты. Артынан Джи Ун да ашулы күйде кіріп келді. Ағайындылар бір-біріне ащы сөздер айтып, атмосфера тез арада шиеленіске толды. Соңында таңғы ас быт-шыт болып, бәрі ренжіп шығып кетті. Джи Ун телефонын қайтаруды талап етті, бірақ Хавон бас тартты. Ол Хавонды құшақтап, назарын басқа жаққа аударып, телефонын жылдам жұлып алды. Осылайша оның алғашқы жоспары сәтсіз аяқталды. Бірақ Хавон берілмеді. Ол бірден екінші стратегия ойлап тапты. Аспаздан әр ағайынданың сүйікті тағамдарын сұрап берген соң, ол ең сапалы өнімдерді таңдап, қонақ бөлмеде тамақ дайындай бастады. Көп замай үйдің әр бұрышын ауыз суындататын хош иіс жайлады. Ағайындылардың бәрі бірінен соң бірі осы иістің жетегінде шықты. Керемет қуырып пісірілген етке қарап, үшеуі де тәбеттерін жасыра алмады. Хавон Севоға дәм татуды ұсынды, бірақ ол бір қарап, бөлмесіне қайта кіріп кетті. Хён Миннің қызығушылығы анық байқалды, ал Хавон оған бұл оның сүйікті Мичелин стиліндегі қабырғалар екенін айтты. Ол оны бірге отырып тамақ ішуге шақырды, бірақ ол суыққанды түрде күшіңді босқа жұмсама деп кетіп қалды. Алайда Джи Ун кідіріп қалды. Төзімі таусылып, ол ақырын үстелге жақындады. Хавон еттің бір бөлігін жаңа көкөністерге орап, оны нәзік түрде оған ұсынды. Осы кезде алыстан қарап тұрған Хён Мин өзінің қызына қалжыңдап шапалақта деп айтты, бірақ ол ұялып, бөтелкенің қақпағында аша алмайтынын айтты. Сол сәтте қызықсыз адамға қызығушылығы жоғалып, Хён Мин онымен бірден айырылысып кетті. Кейін ол Хавонға қоңырау шалып, оған төрағаның алғашқы тапсырмасын орындауға көмектесуді ұсынды. Екеуі сәнді бутикте сауда жасауға барды. Көптеген киімдерді киіп көргеннен кейін, Хён Мин нарыз жас шебер ретінде байлығын мақтанышпен көрсетті. Содан кейін ол Хавонды қымбат мейрамханаға апарды, бірақ кездейсоқ Джи Ун мен Сиуді кездестіріп қалды. Оларды көргенде Хён Мин кетіп қалмақ болды. Бірақ тағы бір мүмкіндікті жіберіп алмауға бел буған Хавон оның қолынан ұстап, бірге отырып тамақтануға көндірді. Джи Унның еріксіз келісімінен кейін, екі ағайынды ақыры бір үстеуге отырды. Алайда олар ақыры бірге отырса да, атмосфера мүлде жайлы болмады. Керісінше жағдай барған сайын шиеленісе түсті. Сөйтсе, Хи мен Хён Мин бала кезден дос болған екен. Хи оны жас кезінен ұнатқан, бірақ ешқашан оның жүрегін жаулай алмаған. Хён Мин жиі оны басқа қыздармен айырылысып кетудің сылтауы ретінде пайдаланатын, ал әр жолы Хи ренжігенде, оны жасырын ұнататын Джи Ун үнсіз қасында болып, жұбататын. Хи Хён Миннің талғамын бәрінен жақсы білетін. Ол даяшыдан етті сәл көбірек қуыруды сұрады, дәл оның ұнататындай. Бірақ Хён Мин ешқандай реакция көрсетпей, суық қана тамақ жемейтінін айтты. Ауыр жағдайды сезген Хаван көңілдіре кету үшін сусыннан бір ұрттап көрді, бірақ байқамай төгіп алды. Хён Мин тез арада оның қолын ұстап, алаңдап, жағдайының жақсы екенін сұрады. Оны көрген Хи қызғанышын жасыра алмады. Бұл Хён Миннің баста қызға осындай қамқорлық көрсеткенін алғаш рет көруі еді. Джи Ун Хиның түріне қарап, жүрегі ауырып кетті. Дегенмен ол оған қалай көмектесерін білмеді. Кейінірек әжетханада Хи тағы да Хён Минге жолығып, Хаван шынымен оның қалыңдығы ма деп сұрады. Ол еш ойланбастан растағанда Хи көңілі қалып кетіп қалды. Джи Ун оның кеткенін тез аңғарып, артынан жүгірді. Ол Хині жол бойында ойға шомып келе жатқан жерінен тапты. Кенеттен қатты жылдамдықпен келе жатқан жүк көлігі тура оған қарай бет алды. Джи Ун еш ойланбастан алға ұмтылып, оны қауіпті жерден татып шығарды. Ашуланып әрі қорқып кеткен ол Хиден не ойлап жүргенін сұрады. Көз жасын төгіп, Хи бар арманы Хён Минмен бірге болу екенін мойындады. Осы кезде күтпеген оқиға орын алды. Джи Ун кенеттен Хаванды артынан құшақтай қалды.
Басында ол мұны Хён Миннің тағы бір әзілінің бірі деп ойлады. Бірақ бұрылып, оның Джи Ун екенін көргенде таңданыстан қатып қалды. Ол босануға тырысқанмен оның құшағы мықты болды. Өкінішке қарай, бәрін Хён Мин көріп тұрды. Дәл сол сәтте түнгі аспанды отшашулар жарықтандырды. Сөйтсе, Сева Хаваның туған күні екенін кездейсоқ біліп қалған екен. Ол Люммен бірге оған арнайы шағын мереке дайындаған еді. Алғаш рет үш ағайынды біреудің құрметіне тату-тәтті отырып бірге тойлады. Бұл сирек сәтті есте қалдыру үшін Хаван телефонын алып суретке түспек болды. Сосын ыңғайсыз жымиып, шын мәнінде бұл оның туған күні емес екенін мойындады. Мұны естіген Джи 11-ден орнынан тұрып кетіп қалды. Дегенмен бұл маңызды емес еді. Төраға бұл тапсырманы сәтті аяқталды деп санады. Үш ағайынды ақыры алғаш рет бірге отбасылық суретке түсті. Сыйақы ретінде ол Хаванға бір тілек тілеуге мүмкіндік беріп, оған жомарт жыл соңындағы сыйақы беруді ұйғарды. Ол бас тартуға тырысқанымен төраға бұл аса маңызды емес екенін айтып табандады. Сыйақы ақшасына Хаван анасының сүйегін бастапқы орнына қайта жерледі. Олардың алдында тұрып, ол анасының арманын орындайтынына және үздік университет студенті болатынына уәде берді. Ол Sky House-қа қайтып келгенде, қызметшінің тамақ дайындап жатқанын байқап, біреудің туған күні жақындап қалды деп ойлады. Алайда қызметші бірнеше күннен кейін төрағаның балаларының, яғни үш ағайындының ата-анасының қайтыс болған күні екенін түсіндірді. Жыл сайын еске алу рәсіміне алдын ала тамақ дайындалатын. Қызметші сондай-ақ үш немеренің ешқашан бұл рәсімге қатыспағанын айтты. Люм биыл оларды қатысуға көндіруге тырысқан, бірақ ешқайсысы келіспеген. Мұны естіген соң, Хаван төрағаға бұл тапсырманы да орындайтынын сенімді түрде айтты. Оның табандылығын көрген төраға рұқсатын берді. Ол әр ағайындыға жеке-жеке барып, оларды көндіруге тырысты, бірақ бәрі бекер сияқты көрінді. Олардың бәрі әкесін қатты сағынғанымен, әр қайсының ішінде айтылмаған өз қайғысы бар еді. Көзді ашып жұмғанша еске алу күні де келіп жетті. Хаван таңертеңнен бері сыртта күтіп отырды, бірақ олардан еш хабар болмады. Ол үмітін үсіп бара жатқанда Си-удың көлігі көрінді. Көп замай Хён Мин де келді. Ол Джи-унда келеді деп үміттенді, бірақ соңғы сәтте ол келмеді. Көңілі түсіп, ол төрағадан кешірім сұрап, тапсырманы орындай алмағанын мойындады. Алайда рәсім кезінде жүргізуші Люнға Джи-унның таң ата келіп, хош иісті шырақ жаққанын сыбырлап айтты. Суреттің алдына қойылған гүлдерді де ол тапсырыс берген екен. Люн бұл туралы төрағаға жеткізді. Дәл сол уақытта Хаван заттарын жинап, аспан үйінен кетуге дайындалып жатты. Киімдерін бүкеп жатқанда, үш ағамен бірге өткізген сәттері есіне қайта-қайта оралды. Ол қимай кетер алдында оларға хабарлама қалдырды. Хабарламасын қалдырған соң, Хаван чемоданын сүйреп, аспан үйінен шығып кетті. Ол кеткеннен көп ұзамай, өгей шешесі мен өгей сіңлісі аспан үйіне келді. Хаванның сол жерде тұрып жатқанын білгеннен бері, оларды қызғанышпен өппей кернеген еді. Хаванның атын сылтау етіп, олар үйге кіріп, Хён Минге жақындасамыз деп үміттенді. Юна батылдықпен Хён Миннің бөлмесіне кіріп, рұқсатсыз оның заттарын ақтара бастады. Сол кезде ол Хаванның мектеп формасын тауып алды. Жиренішпен қарап, ол форманы жерге лақтырып теуіп жіберді. Әлі де қанағаттанбай ол сия құтысын алып, оны білдірмек болды. Дәл сол сәтте Люн Сан олардың күдікті әрекетін байқап қалды. Ол су үнмен оларды бұл жерге кім шақырғанын сұрады. Юна мендікпен өздерінің Хаванның құрметті қонақтары екенін және алдын ала жазылудың қажеті жоқ екенін айтты. Ашуға булыққан Люн оларды дереу қуып шығуға бұйрық берді. Қуылып, қорланған Юна кек алуға ант берді. Ол интернетке кіріп, Хаван туралы жала жабылған арандатушы әңгіме ойлап тапты. Оны сенімді ету үшін тіпті Sky House-тың суретінде жариялады. Осы уақытта Sky House-тан шыққан соң, Хаван өзінің ең жақын досы Ча Йонды іздеуге кетті. Ол бірдей Ча Йонның оған бір түнге қонақ болуды сұнғанын есіне алды. Алайда Ча Йон екідай болып, үйінде бір адамның өзі әрең сиятынын түсіндірді. Дәл сол сәтте кафеге кіріп келді. Екі қыз бір-бірін көргенде сәл аңтарылып қалды. Бір-бірін танитынын түсінген соң, Ча Йон тез арада Хаванды Хенің қарауына қалдырып кетті. Хаванның аянышты күйін көрген Хе оны бір түнге қалдыруға келісті. Хенің бөлмесінде Хаван Хе мен Хён Миннің бірге түскен бала кездегі суретін байқап қалды. Ялып кеткен Хе суретті тез арада қолынан жұлып алды. Хён Миннің аты аталғанда Хе еріксіз жымиып жіберді. Хенің оған қаншалықты қамқор екенін көрген Хаван шындықты айтуға шешім қабылдады.
Ол өзінің Хён Миннің шынайы қалыңдары емес екенін мойындады. Олардың қарым-қатынасы тек келісім-шарттың бір бөлігі ғана болған. Ол Sky House-қа тек төрағаның тапсырмаларын орындау үшін кіргенін, енді бәрі аяқталғанын айтты. Мұны естіген Хи жеңілдеп, іштей қуанып қалды. Сол түні Хаван ертең өзінің бітіру кеші болатынын айтты. Ол өзіне құттықтап келетін отбасы мүшесі жоқ екенін мойындады. Хи бірден онымен бірге баруды ұсынды. Хаван қатты қуанды. Алайда келесі күні таңертең Хаван туралы жаман мақала мектепте ең танымал тақырыпқа айналды. Сыныптастары сыбырласып, оған саусақпен көрсетті. Ол не болып жатқанын мүлде түсінбеді. Сыныптастары отбасыларымен бірге қуанып жатқанда, ол әкесінен хабар келеді деп үміттеніп, телефонын үнсіз тексерді, бірақ ешқандай жауап болмады. Жүрегін өкінішке ернеді. Оның білмегені 3 жас мырзаның оған ұмытылмас бітіру кешін сыйлау үшін мектепке бара жатқандығы еді. Сынып ішінде бір топ оқушы Хаванды бұрышқа қысып, оны мастаралауға дайындалып жатты. Ол бар күшімен қарсыласуға тырысты, бірақ бәрі бекер болды. Дәл сол сәтте Ji-un жүгіріп кірді. Оқушылар ұсталып қалғандарын түсініп, бірден жеңіліп кетті. Хаванның қаншалықты қорқып қалғанын көрген Ji-un күртешесін шешіп, оны иығына жайлап жапты. Олар кетуге тырысқанда топ арттарынан қуа жөнелді. Ji-un Хаванның алдына шығып, төбелесуге дайын тұрды. Дәл сол шешуші сәтте Хён Мин пайда болды. Сабырмен ол Ji-unға, егер мәселені ақшамен шешуге болса, күш қолданудың қажеті жоқ деді. Ол қымбат көліктің кілтін шығарып, өтемақы ретінде ұсынды. Студенттер сенбеген соң, ол кілтті терезеден жай ғана лақтырып жіберіп, оның шын екенін дәлелдеді. Кейін Хён Мин Хаванды жазу студиясына алып келді. Өзіне сенімді әрі мақтанышпен, ол оған ресми түрде ұсыныс жасауға дайындалып, Хаван міндетті түрде келіседі деп ойлады. Бірақ алған жауабы оны күйретті. Бұл қарым-қатынаста аяқтайық. Барлық мойындау тікелей эфирде көрсетілді. Оны көргендердің бәрі аң-таң болды. Хён Мин жалғыз өзі көшеде жүрді, ал бейтаныс адамдар оған қызыға қарап жатты. Ол интернетте вирусқа айналған, ұсынысы қабылданбаған видеоны қайта-қайта көрді. Сол сәтте ол жер бетінен жоқ болып кеткісі келді. Ол тіпті интернет кафеге де барды, бірақ видеоны барлық жерде талқылап жатқанын көрді. Желі қолданушылары оны ерке, бай, сәтсіз адам деп мазақ етті. Үмітсіз күйде ол пластикалық хирургқа барып түрін өзгерткісі келді. Дәріге сабырмен бетіңізді жабу үшін шашымызды ұзын өсірсеңіз жеткілікті деп кеңес берді. Ол содан кейін психологқа жүгінді, ал психолог оған алғашқы махаббатымен қайта байланысу қазіргі эмоционалдық дағдарыстан шығуға көмектесуі мүмкін екенін айтты. Ал Хён Миннің алғашқы махаббаты әрдайым Хи болатын. Алайда бірнеше жыл бойы ол өз сезімін түсінбей, оған суық қарады. Осы уақытта Sky House-ында бәрі Хавонның оралуын күтіп отырды. Олар байқамай-ақ оны өз отбасыларының бір мүшесі ретінде көре бастаған еді. Сол сәтте Ji-un кенеттен бір орынды есіне түсірді. Ол бірден дүкенге қарай бет алды. Расында да Хавон сол жерде болды. Бірақ ол ішке кіргенде Хавонның ақырын жылап отырғанын естіді. Көз жасын төгіп отырып, ол анасының арманын енді орындай алмайтынын айтты. Ол Sky House-нан кетуге мәжбүр болды, және университетке ақша жинап үлгермеді. Ji-un оның қайғысын жүрегімен сезінді. Ол оған жұмсақ үнмен үйіне қайтуын айтты. Түсінбей қалған Хавон оның не айтқысы келгенін сұрады. Ол төрағаның тапсырмасы әлдеқашан орындалғанын түсіндірді. Ол сол таңертең ерте еске алу рәсіміне қатысқанын айтты. Мұны естігенде Хавонның жүзі жеңілдік пен қуанышқа толды. Осы кезде Хён Мин кенеттен ұшақта оянып кетті. Кеше түнде ол өзінің төсегінде ұйықтап қалғанын анық есінде сақтады. Түс көріп жатырмын деп ойлап, ол шу шығарып, оятуды талап етті. Борт шеріп үнсіз оны орнына қайта отырғызды. Кейін Хавон Sky House-ға оралған соң, төраға оған демалысқа ұшақ билеттерін беріп, бірнеше досын ертіп баруға рұқсат етті. Ол еш ойланбастан үш ағайындыны таңдады. Ji-un мен Си-вояны оңай көндірді. Бірақ көпшілік алдында бас тартқаннан кейін әлі де ренжулі жүрген Хён Мин оны елемей жүре берді. Сосын ол Ли-ын айтқан бір сөзді есіне алды. Хён Мин ұйықтап қалса, біреу оны көтеріп әкетсе де байқамайды. Солайша ол үнсіз бөлмесіне кіріп, абайлап қолын созып, оны ұшаққа отырғызуға сәтті қол жеткізді. Сондай-ақ ол ең жақын достары Хи мен Ча-юнды да шақырды. Мақсатты жерге жеткен соң, Хавон бәріне арналған іс шағала тақтасын ынтамен дайындады, бірақ ешкім қызығушылық танытпаған соң, өзі жалғыз зерттеуге бел буды. Ji-un кездейсоқ өтіп бара жатып, оның атқа мінуді білмейтінін байқап қалды. Ол еш ойланбастан оған үйретуді ұсынды.
Сабақтан кейін Хавон анасы сыйлаған алқасының жоғалып кеткенін кенеттен аңғарды. Екеуі барлық жерді іздеді. Ақыры Джиун оны тауып алды. Ол алқаны көтерген сәтте Хавон қуанышпен оған қарай жүгіріп, байқамай оны құлатып алды. Бір сәтке олардың көздері түйісті. Ауада айтылмаған сезімдер қалыңдай түсті. Ұялып, олар тез тұрып кетті. Жаңа ғана болған оқиғаны есіне алған Джиунның жүрегі жылып кетті. Өзін сабырға шақыру үшін ол бірден бетіне суық су шашты. Дәл сол сәтте Хённин пайда болды. Джиун онымен қысқаша сөйлесіп кетіп қалды. Бірақ көп ұзамай ол телефонның жоқ екенін байқап, оны іздеуге қайта оралды. Дәл сол кезде Хавон душқа түсіп жатқан еді. Іште тұрған адамды Хённин деп ойлап, Джиун жуынатын бөлменің есігін итеріп ашты. Бірақ сол сәтте сабын тікелей басына ұшып келді. Ашуланып, ол неге ұрғанын сұрады. Бірақ Хавонның дауысын естіген сәтте ұялып қашып кетті. Сол түні Хавон өзін әдеттегіден ыстық сезінді. Джайон тоңазытқышта салқын сүт барын, сонымен салқындауға болатынын айтты. Хавон бірнеше рет үлкен жұтым жасап жіберді. Бірақ бірнеше минуттан кейін оның сүт емес, маргарита екенін түсінді. Алкоголь әсер ете бастағанда оның беті қызарып кетті. Сол әсермен бәрі жиналып, шындық немесе батылды ойынын ойнады. Бұрын алыстаған ағайындылар күлкі арқылы бір-біріне қайта жақындай бастады. Дәл бәрі қызып жатқанда, Луин түн ортасында ойынды қатаң түрде аяқтады. Ұйықтай алмай, Хай саябаққа барып, Юнниннің жалғыз отырғанын көрді. Ол бала кездерінде ұйықтай алмаған кезде осы жерге келетіндерін есіне алды. Олардың есімдері әлі де жақын маңдағы орындықта қашалып жазулы тұр еді. Хай оны әрдайым шын жүректен жақсы көретін. Жігерін жинап, ол оған еңкейіп сүйді. Ол жолы Юннин шекке тақпады. Осы уақытта алкогольдің әсерімен Дживон Хавонға өз сезімін мойындады. Сөз таба алмаса да ол қимылымен жүрегін жеткізді. Сезімге беріліп, екеуі сүйісті. Келесі таңертең Хавон оянып, Дживонның еденде жатқанын көрді. Алдыңғы түннің естеліктері есіне түсе бастады. Ол әрі ұялып, әрі іштей қуанып тұрды. Бетін жауып, өзіне бәрін ойламауға тырысты. Бірақ орнынан тұрған кезде абайсызда сабынға басып кетті. Дауыс вилланың ішін жаңғыртып жіберді. Барлығы жүгіріп кіргенде Хавон еденде ес-түссіз жатқан еді. Сапар ерте аяқталды. Ауруханадан шыққан соң Скай хаусқа оралғанда үш ағайынды оған көмектесуге таласты. Соңында Хавон ұялып, бөлмесіне қайтып бара жатқанда балдақтарын ұстап тұруды Дживоннан сұрады. Көп ұзамай ол Дживонды оңаша іздеп тауып, сол түні не болғанын анықтауға тырысты. Дживон сабырлы түрде, кеше түнмен үшін бірінші рет болды деді. Таң қалған Хавон оған аң-таң болып қарады. Ол тез түсіндіріп өтті. Бұл менің алғаш рет соншалықты мас болып, ештеңе есімде қалмағаным еді. Оның жүзінен аздап көңілі қалғаны байқалды. Сосын Дживон одан өзі туралы сұрады. Хавон құлап, жеңілмей шайқалуын алғанын, сондықтан өзі де ештеңе есіне түсіре алмайтынын айтты. Сол кеште Хай Хавонға қонаққа келді. Жарақатына байланысты бірнеше күн шашын жумай жүргендіктен, Хавон онымен кездесер алдында өзін ретке келтіру керек деп шешті. Өкінішке қарай, қарапайым ғана шаш жуу күлкілі әрі ыңғайсыз көрініске айналды. Дживон кіріп келгенде, көргеніне күлерінде, жыларында білмей қалды. Ол көп сөз айтпай, Хавонды жылы ваннадан абайлап шығарып, шашын өзі жуып берді. Содан кейін ол шашын сүлбімен кептіріп те берді. Алайда оның ауыр қолы мен жұмсақтықтың жетіспеуі салдарынан шашын жұлып алатындай әсер қалдырды. Бір сәтте Хавонның саусақтары абайсызда Дживонның қолына тиіп кетті. Сол сәтте ақ атмосфера қайтадан шиеленісіп кетті. Асығыс күйде Дживон өзін ақтап, бөлмеден шығып кетті, бірақ сыртта ол Хайды жылап отырған жерінен тапты. Сөйтсе, Хавон шашын жуып жатқанда Хай Юн менге барып келген екен. Ол олардың қарым-қатынасын бір жола анықтап алғысы келді. Алайда Юн мен оған суық түрде ештеңе жоқ екенін айтты. Ол тіпті, егер Хай әлі де қыса берсе, онымен мүлде араласпайтынын ескертті. Жүрегі жараланған Хай көз жасын төгіп кетіп қалды. Оны сол күйде көрген Дживон ашуын тыя алмады. Ол Юн менге барып, неге Хайды қайта-қайта ренжітетінін сұрап, оған қарсы шықты. Бірақ Юн мен оған қарсы жауап беріп, Дживонның жеке ісіне араласуға қандай құқығы бар екенін сұрады. Олардың дауын естіген Хай алға шықты. Жігерін жинап, ол Дживонға қарап, сен мені қабылдауға дайынсың ба деп сұрады.
Юн Мин бұл сөзді естіген сәтте оның жүзінде қызғаныш ұшқыны пайда болды. Ол ештеңе деместен бұрылып кетіп қалды. Шын мәнінде Юн Мин Хайды жақсы көретін, бірақ олар кездескен сайын ол еріксіз суық әрі салқын қанды болып кететін. Хай Джи Вонға оған бірден жауап берудің қажеті жоқ екенін айтты. Ол оған жауап бермес бұрын жақсылап ойлануын өтінді. Содан кейін ол мұңайып кетіп қалды. Кейінірек Ха Вон Джи Вонға ұмыт қалдырған сағатын қайтару үшін қоңырау шалды. Үрімдеуге тырысып, ол Джи Вонды құттықтады. Енді ол мен Хай ресми түрде бірге деп ойлады. Одан кейін ол үнсіз өз бөлмесіне қайтып, кеудесін ауырлап басқанын сезді. Ол Жайонге сырын ашты, ал Жайон оған кейде жігіт білуге ұзақ уақыт ғашық болса да, ақыр басқа біреуге сезім пайда болуы мүмкін деді. Мұқият ойланып, Ха Вон Хайдан басқа Джи Вонның жанында ең көп болған өз екенін түсінді. Кенеттен сол мас болған түннің естеліктері қайтадан есіне түсті. Интернеттен іздеп отырып, ол жігіттің саған ғашық екенін білгің келсе, не істесең де сабырлы қалама, соны тексер деген кеңес тапты. Мұны анықтауға бел буып, ол өз тәжірибесін бастады. Джи Вон қасынан өтіп бара жатқанда, ол әдейі оған кітап лақтырып жіберді. Ол мұны кездейсоқ болды деп ойлап, ештеңе демеді. Кейінірек ол су ішіп жатқанда қыз әдейі суды үстіне төгіп жіберді. Бұл жолы ол қызды ұрысты. Соңында ол Джи Вонның құпия бөлмесіне жасырын кіріп, бәрін әдейі быт-шыт қылды. Джи Вон бұл тәртіпсіздікті көргенде ашуға булықты. Ол қыздың бөлмесіне баса көптеп кіріп, неге бұлай істегенін сұрады. Жараланған Ха Вон оған әлі жазылып үлгермеген адамға неге сонша қатты сөйлейсің деп қарсы жауап берді. Ол Джи Вонның өзін жұбатпағанына, тіпті тамақты алып бермегеніне шағымданды. Өзінің шектен шығып кеткенін түсінген Джи Вон үнсіз қалып, бөлмеден шығып кетті. Сол түні ол қыздың бөлмесіне үн-түнсіз бір сөмке қойып кетті. Сөмкенің ішінде оның сүйікті наны болды. Оны көргенде Ха Вонның көңілі бірден көтеріліп кетті. Келесі күні Джи Вон оны таза ауаға шығарып серуендетті. Олар көркен жерге барып, тыныш табиғатты тамашалады. Бір сәтте Джи Вон Ха Вон жаңа ғана қолданған стаканды еш ойланбастан алып, одан су ішті. Оның жүрегі лүпілдеп, сол түнгі естеліктер қайтадан есіне түсті. Джи Вон оны ақырын өзіне жақын тартты. Оны ақырын өзіне тартып, айтары бар ма деп сұрады. Ол мойындағалы жатқанда оның телефоны шырылдады. Бұл Хи. Джи Вон бірден қазір барамын деді. Жолдың жартысында Ха Вон оны жол жиегіне түсіріп кетуін сұрады. Ол үйіне таксимен өзі бара алатынын айтып, Хиге асығуын өтінді. Джи Вон келгенде Хи көз жасын тыя алмай, әкесінің компаниясы банкротқа ұшырап, үйлерін сот тартып алғанын айтты. Оның баратын жері жоқ еді. Джи Вон оны жұбатып, бәрі жақсы болады деп уәде берді. Осы уақытта Хион Мин Хиден 2 рет жауапсыз қоңырау түскенін байқады. Өзінше, ол 3-ші рет қоңырау шалса ғана жауап беремін деп міңгірледі. Сол кезде досы хабарласып, Хинің отбасы банкрот болғанын айтты. Алаңдаған Хион Мин дереу Хиге қоңырау шалуға тырысты, бірақ оның телефоны өшіп қалған еді. Ол асығыс Хині іздеуге шыққанда Ха Вонға тап болды. Хион Мин Ха Вонға тап болған сәтте Джи Вонның көлігі келіп тоқтады. Хи Джи Вонмен бірге көліктен шықты. Хион Мин не болып жатқанын сұрағалы жатқанда, Джи Вон сабырлы түрде Хи уақытша олармен бірге тұратынын хабарлады. Хи Скай хаусқа көшіп келген сәттен бастап, үйдің атмосферасы айтарлықтай өзгерді. Әдетте ештеңеге алаңдамайтын Сева оны көрген сайын ыңғайсызданып қалатын болды. Тіпті күтуші Хион Миннің қызыл іш киімін алып жатқандай ұсақ нәрселердің өзі оны ұялтып, бөлмесіне асыға қашуға мәжбүр ететін. Әрдайым суық әрі салқын қанды болған Джи Вон кенеттен жұмсақ әрі қамқор бола қалды. Күтуші Хинің 3 жас мырзаны осылай өзгерткеніне қарап, оның нағыз нәзік жан екенін таңдана айтты. Оны естігенде Ха Вонның жүрегіне бір шаншу тиді. Ол да әйел еді ғой, бірақ неге айырмашылық соншалықты үлкен болып көрінді. Хинің сымбатты да нәзік жүріс-тұрысын бақылағаннан кейін, Ха Вон күтушінің сөзінде шындық барын амалсыз мойындады. Екеуі мүлде бөлек әлемдерден келгендей көрінді. Артта қалмауға бел буған Ха Вон өзін мұқият күтіп, сыпайырақ көрінуге тырыса бастады. Бірақ Севон оның өзгеше әрекет еткенін көргенде бірдеңе болған шығар деп ойлады. Чи Вон ол әлі де оған ренжулі деп ойлады. Яп кеткен Ха Вон бұрылып қаша жөнелді.
Осы уақытта Хён Мин досынан Хенің әкесінің банкротқа ұшырағаны туралы көбірек білді. Сондай-ақ ол Хенің әкесі қызына арнап жазған хатты алды. Хён Мин үйге оралғанда хатты Хеге табыстады. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, оның қоңырауларына жауап бермеген үшін кешірім сұрағысы келді. Бірақ Хе сабырлы түрде оған мұның қажеті жоқ екенін айтты. Ол енді оның көмегіне мұқтаж емес екенін айтты. Оның суық райын көрген Хён Мин сақтау орнының кілтін Чивонға лақтырып беріп, Хенің заттарын алып келуді тапсырды. Сондай-ақ ол Чивоннан кілттің өзінен екенін Теге айтпауын өтінді. Чивон Хені заттарын алуға ертіп барды. Ол оған шындықты айтпақшы болған еді, бірақ ол сөзін бөліп жіберді. Керісінше, ол оны кешкі асқа шақырды. Чивон жай ғана тез дайындалатын кеспені ұнататынын айтты. Хей Чивонның жиі Хавонмен бірге тамақтанатынын білгенде, оның жүзі тұнжырап кетті. Ол Чивонның Хавонға деген сезімі өзіне деген сезімінен өзгеше екенін түсіне бастады. Жолда Чивон кофе сатып алу үшін тоқтады. Ол Валентин күніне арналған сыйлықтардың сөресін көргенде, біраз кідіріп, үнсіз ғана кішкентай қорапшаны сатып алып, қалтасына салып қойды. Олар қайтып келгенде Хён Мин мен Хавонға тап болды. Тез арада Чивон екеуі оның заттарын алуға барғанын түсіндірді. Хён Мин мән бермегендей кей танытып, бөлмесіне қайта кіріп кетті. Хавон да үнсіз кетіп қалды. Хавонның салқындығын байқаған Чивон, оған өткенде жолда тастап кеткен үшін кешірім сұрау үшін соңынан ерді. Ол оған Валентин күніне арналған сыйлығын бергісі келді, бірақ батылы жетпей, қорапшаны шығара алмады. Оның орнына келесі күні таза ауада серуендеуге шақырып, маңызды бір нәрсе айтатынын жеткізді. Хавон сондай бақытты болды, өзін қайтадан баладай сезінді. Бірақ келесі күні Хе жай ғана Чивонмен кездесуге баратынын айтты. Хавон сілейіп қалды. Чивон онымен бірге серуендеуге уәде берген еді. Енді неге ол Хемен бірге бара жатыр? Ол Чивонды іздеп жүгіріп барды, бірақ оның қолындағы сыйлық қорабын көрді. Ол бұл сыйлық Хеге арналған деп ойлап, ашуланып бұрылып кетті. Чивон оны тоқтатып не болғанын сұрады. Хавон өзін өзі күштеп, оған өзін қате түсінуге себеп болатын істер жасамауын айтуға мәжбүр болды да кетіп қалды. Ол ішке қайтып кіргенде, күтуші оған өзін әкесі деп таныстырған бір ер адамның күтіп тұрғанын айтты. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Әкесі ақыры оны үйіне алып кетуге келді ме екен. Бірақ ол сыртқа жүгіріп шыққанда бөтен адамды көрді. Ер адам өзін оның туған әкесі, 10 жыл бұрын жоғалып кеткен адамын деп таныстырды. Бірде әкесінің өзін туған қызы емес деп айтқанын естіп қалғанымен, Хавон бұл кенеттен шыққан шындықты қабылдай алмады. Барлығына шыдай алмай, анасының мәңгілік мекеніне барып, көз жасына еріп берді. Оны сол жерде, жалғыз әрі күйзелген күйде, Чивон тауып алды. Ол Хавонды ақырын құшақтап, уайымдағанын айтты. Сосын ол өзінің де оқиғасымен бөлісті. 1 жыл бұрын төраға оны немересі етіп асырап алғанын, ал өзінің туған әкесін ешқашан көрмегенін айтты. Ол сол кезде өзінде сондай адасқан әрі екіұдай сезінгенін мойындады. Егер дайын болмасаң, деді ол жұмсақ үнмен, өз-өзіңді қинама. Оны естігенде Хавонның жүрегін жылулық кернеді. Қанша жерден күйзелсе де, Чивон әрдайым оның жанынан табылатын. Ол Хавонды ешқандай түсіндірусіз ақ түсінетін. Дәл сол сәтте Чивон бір шешімге келді. Кейбір кездері оған алғаш болып жүрегін ашқан адам еді. Ол Хеге шын жүрегімен қамқор болған, бірақ енді Хе оның мейірімін махаббатпен шатастырғанын түсінді. Хенің жүрегінде Хён Миннің орны ешкіммен ауыстырылмайтын еді. Чивон тек уақытша орынбасар ғана болған. Жүрегі жаралы Хе жалғыз өзі барға барды. Оған бейтаныс бір ер адам жақындап, сусын алып беруді ұсынды. Өкінішке қарай, бұл көріністі Хён Миннің достарының бірі байқап қалып, бірден Хён Минге хабарласып көргенін айтып берді. Ол жаңалықты естіген соң фон ашуға булығып, телефонды тастай салды. Ол Хажимен бетпе-бет келуге батылы жетпеді. Бала кезінде ол Хажидің ағасымен ойнап жүргенде, бала кенеттен көлікке соғылып қайтыс болған еді. Сол күннен бері Хён Мин өзін кінәлі сезініп жүрді. Ол енді ешкімге зиян келтіргісі келмей, Хажиден суық әрі алшап жүретін болды. Хён Мин Хейдің бейтаныс ер адаммен кездесуге келіскенін білгенде де, уақытында келіп, оны алып кетті. Ол Хейді сенімсіз адамдармен араласқан үшін ұрысты. Ашуланған Хей одан көлікті тоқтатуды сұрады.
Содан кейін Юн мен дүкенге кіріп, сыра сатып алып, бәрін Хейдің көзінше ішіп қойды да, енді мас болған соң көлік жүргізе алмайтынын айтты. Ол жайбарақат жолаушы орнына отырып алды. Бұл Хейдің жүргізуші куәлігін алғаннан кейін алғаш рет көлік жүргізетінін білмеді. Ол жол бойымен қобалжып көлікті әрең жүргізді. Ол оңға бұрылуы керек еді, бірақ бірнеше бұрылысқа өтіп кетіп, амалсыз тура жүре берді. Юн мен ештеңеге өкінбейтіндей, бетінде ешқандай эмоциясыз отырды. Осы уақытта Хавон бала кезінде Кан Йон Джиннің өзі үшін жасаған барлық жақсылығын есіне алып, оны тамаққа шақыруды ұйғарды. Кан Йон Джин өзі жақсы өмір сүрмегенін мойындады, әйтпесе баяғыда қайтып келіп, оны өзімен бірге алып кетер едім деді. Оның жыртылған киімін көрген Хавон сылтау айтып, шығып кетіп, оған ұқсас киім сатып алу үшін сауда орталығына барды. Бірақ қайтып келгенде ол Кан Йон Джиннің сөмкесін ақтарып жатқанын көріп қалды. Ол анасының осындай адамды сүйгеніне сене алмады. Дәл сол сәтте Джи оның сараптамасының қорытындысын алып келді. Кан Йон Джин бірден абдырап қалды. Хавон қағазды өзі жыртып тастады. Оның туған әкесі емес екеніне нық сенімді болды. Содан кейін Джи оны таза ауаға шығарып, Валентин күніне арналған сыйлық берді. Ол қорапты ашқанда ішінде ештеңе жоқ екенін көрді. Джи сол күнгі Валентин сыйлығы Хейге ешқашан арналмағанын түсіндірді. Ол сыйлық Хавонға арналған еді. Қораптағы кәмпит еріп кеткенімен Джи оның Хавонға деген сезімі өзгермеген еді. Басқа жерде төрағаға әйелі сыйлаған жейдені көргенде оның жүзі күрт өзгерді. Ол әйелінің басқа біреумен жүріп жүргеніне күдіктеніп, Ли Хён Сынге оны аңдуға адам жіберуді бұйырды. Алайда ол Ли Хён Сынның шын мәнінде оның туған ұлы екенін білмейтін еді. Әйелін аңдып жүргенде Ли Хён Сын оның төрағаның адвокатымен жасырын кездесіп жүргенін анықтады. Адвокат оған төрағаның өсиетінің көшірмесін берді. Әйелдің мақсаты ұлын Гроуптың мұрагері етуі. Ли Хён Сын оған дереу тоқтауын айтты, бірақ Ху бәрін ұлы үшін жасап жүргенін айтты. Ол ұлының Гроупта мәңгі жұмыс істегенін қаламады. Ли Хён Сын анасының әрекеттерін қабылдай алмаса да, оның келесі қадамы оны екі ойлы етті. Ол анасын балалар үйіне дейін аңдып барып, оның балаларға күнделікті қажетті заттар сатып алып жатқанын көрді. Барлық балалар оны ана деп атады. Директор оған оның жылдар бойы әр апта сайын келіп жүргенін айтты. Өз ұлын тастап кеткеннен бері, ол аналық мейірімін осы жетім балаларға беруге тырысты. Қанша бала оны ана деп атаса да, олардың ешқайсысы оның жүрегіндегі туған ұлын алмастыра алмады. Үйге қайтып бара жатқанда, ол Ли Хён Сынды бірге тамақтануға шақырмақ болды, бірақ ол бас тартты. Ол оған бұрын сатып алған затын кешігіп берілген сыйлық ретінде ұсынды. Осы уақытта Хавонның әкесі қарызын төлеуді талап еткен қоңырау алды. Ол Кан Йон Джинді іздеп тапқанда, әйелі оған жасырын барып жүргенін ақыры білді. Кан Йон Джиннен ол Хавонның анасы тек онымен бірге дүкен ашқанын білді. Олардың арасында ешқашан романтикалық қарым-қатынас болмаған. Апат болған күні ол дүкен мәселесімен оған барған, бірақ жалға алынған үй кенеттен өртеніп кеткен. Көршісін құтқармақ болғанда, Хавонның анасы өмірден озды. Оның қолындағы сақина көршісі ұлына беріп жіберуді өтінген зат еді. Шындықты білген соң, ол өкініштен өз-өзіне келе алмады. Ол Хавонға барып, бұрынғы қатал мінезі үшін кешірім сұрады. Ол өгей шешесі мен әпкесі Хавонды қорлағанын кейін ғана білді. Ол енді шын мәнінде нағыз отбасы болуға уәде берді. Үйіне оралғанда ол еденде тізерлеп отырған анасы мен қызын қатты сөкті. Олар қайта-қайта бас иіп кешірім сұрады, бірақ ол бәрібір оларды Хавон бұрын өмір сүрген өмірді сезіну үшін шатырға көшуге мәжбүрледі. Екінші жағында төраға компанияға қайтып бара жатқанда, ол кездейсоқ Чжи мен Хавонның бір-бірін сүйетінін білді. Ол Хавонды тауып, оған екі таңдау ұсынды. Не ақшаны алып, оқуын аяқтау үшін кету, не Чжи мен бірге қалып, бірақ бәрібір соңында онымен айырылысу. Хавон үнсіз тұрды, не таңдарын білмей. Хавонның кетіп бара жатқанын көріп, төраға кенеттен бұрын қуылып кеткен Чжи оның туған анасын есіне алды. Чжи оның әкесі бір кездері оны адамдарды тек ақша арқылы басқаруды ғана білесің деп сынаған еді. Одан кейін Чжи оның әкесі Гроуптан кетіп қалды.
Кейін ол терең күйзеліске түсіп, ола қалдырып кеткен жүзікке қарап, өмірін немқұрайлы өткізді. Төраға Хавонға солай қарағаны дұрыс па еді, жоқ па деп ойлана бастады. Сол сәтте Ли Хён Сын кіріп, бір нәрсе туралы есеп бермек болды. Төраға бұрылып қарағанда, Ли Хён Сын тағып тұрған галстук сол күні әйелі сатып алған галстук екенін байқады. Жүрегіндегі күдік одан сайын күшейе түсті. Осы уақытта Ли Хён Сын анасымен бірге тамақтануға баруға келісті. Анасы оның қолын ұстап, өзін қабылдаған үшін алғыс айтты. Өкінішке қарай, бұл көріністі оларды жасырын бақылап жүрген төраға көріп қалды. Эмоциялы соққы төрағаға тым ауыр тиді. Ол кенеттен есінен танып қалды. Золушка мен Ханзаданың махаббат хикаясына үлкендер ешқашан батасын бермеді. Хавон мен Джи оның қарым-қатынасы әшкере болғаннан кейін, төраға Хавонды Скай Хаузатан кетуге мәжбүрледі. Заттарын жинап жатқанда, Хавон төрағаның ауруханаға түскені туралы хабар алды. Дәл сол уақытта Джи Унидің бір бұрышынан шаң басқан ескі фотоальбомды тауып алды. Ішінде әкесі тірі кезінде түскен суреттері болды. Сол кезде ол анасының бір кездері Скай Хауста тұрғанын білді. Ол атасына барып, бәрін анықтауға шешім қабылдады. Көп ұзамай Ли Хён Сын Джи Унға қоңырау шалып, төрағаның ауруханаға түскені туралы хабарлады. Хавон ауруханаға асығып барды. Ол өзін кінәлады. Төрағаның Джи Унмен қарым-қатынасына байланысты есінен танып қалғанына сенімді. Хважа осы сәтті пайдаланып, кінәні Хавонға аударды да, төрағаның бауыр қатерлі ісігі бар екенін, және оған бауыр трансплантациясы үшін донор күтіп жатқанын айтты. Ол Хавон операцияны кешіктіріп жатыр деп мәлімдеді. Хважа Хавонға Скай Хаустан тыныш кетіп, ешкімге айтпауын талап етті. Ол төрағаның жағдайы туралы шындықты жасыруға көмектесуге уәде берді. Хавон ауруханадан мұңайып шығып, жоғарыға асығып бара жатқан Джи Унның жанынан өтті. Хважа Джи Унға атасының оның Хавонды жақсы көретінін біліп қойғанын, және Хавонды махаббат пен ақша арасында таңдау жасауға мәжбүрлегенін айтты. Оның айтуынша, Хавон ақшаны таңдап, Скай Хаустан кеткен. Джи Ун бұған сенбеді, бірақ үйге оралғанда, Хавонның заттарын жинап, кетуге дайындалып жатқанын көрді. Хавон оған өзін тек жалдамалы жұмысшы екенін айтты. Ол Джи Унның өзін жақсы көреді деп ойлаған үшін тым аңғал екенін айтты. Ол оған өзін жіберуін сұрады. Джи Ун оны кетпеуін өтініп, егер қазір кетсе, енді ешқашан кездеспеуі мүмкін екенін айтты. Бірақ Хавон артына қарамай кете берді. Хён Нин мен Си Уда Ли Юн Соннан аталарының жағдайын естіп, ауруханаға асықты. Хён Мин хатшыдан төрағаның неге кенеттен есінен танып қалғанын сұрады. Ли Юн Сон білмейтінін айтты. Содан кейін дәрігер екі ағайындыға аталарына бауырын беру үшін тексеруден өтуді сұрады. Осы кезде Хважа Ли Юн Соннан төрағаның есінен танып қалғанын жасыруды өтінді. Ол оған төрағаның қашан оянатынын білмейтінін айтты. Ли Юн Сон үнсіз тұрып, төрағаның бөлмесіне қарап, балалық шағындағы естеліктерін еске алды. Ол кішкентай кезінде анасы жиі тұрмыстық зорлық-зомбылық көретін. Ол тек сыртта тығылып жылаудан басқа ештеңе істей алмады. Анасы ақыры мұндай өмірге шыдай алмай, оны тастап кетті. Өскен соң ол таэквондодан үздік спортшы болды. Бәрі өзі қадірлейтін нәрселерді қорғау үшін. Осыны ойлап, ол жүрегінде бір шешімге келді. Хён Ниннің суық қарым-қатынасына тағы да тап болған Хе Скай Хаусынан кетуге шешім қабылдады. Хён Нин Хе қалдырған хабарламаны көрген соң, бәріне өкінді де, оны табуға бар күшін салды. Ол ақыры оны бала кездерінде жиі баратын ойын алаңынан тапты. Бұл жер олардың бірге өткізген балалық шағының естеліктеріне толы еді. Сол жерде Хён Нин Хеге ұсыныс жасады. Сол кезде Хе келісім бермей, оған 10 жылдан кейін жауап беретінін айтты. 10 жыл өтті. Хе Хён Нинге оған тұрмысқа шыға алмайтынын айтты. Ол әр жолы кенеттен жоғалып кеткенде, оны қатты сағынатын. Бірақ ол оны қайта көрген сайын, Хён Нин оған суық қарайтын. Бұл Хені үмітсіздікке түсіретін. Оны қатты сағынған сәттерде, ақыры Хён Нин шындықты айтты. Ол оны қабылдай алмайтынын айтты. Ол Хеге бала кезінде оның ағасы көлік апатына түскенде, өзі де сол жерде болғанын, бірақ қатты қорқып, қашып кеткенін айтты. Содан бері ол өзін жаман адамын деп ойлап, Хені сүюге лайық емеспін деп есептеді. Себебін білгеннен кейін де, Хе бәрібір кетуді таңдады. Ол оған енді ешқашан кездеспеуді айтты.
Ал екінші жағында Джи-вон анасы жас кезінде жиі барған кафені тапты. Дүкен иесі Джи-вон алып жүрген ескі фотосуретті танып, оған іздеуге көмектесті. Дүкеннің ішінде жапсырылған қағаздардың арасынан Джи-вон анасы көп жыл бұрын жазып кеткен жазбаларды тапты. Сол ескі жазбалар арқылы Джи-вон анасының неге сол жылы аспан үйінен кеткенін авторы түсінді. Бұл оның атасының қысымынан болған еді. Анасының көрген азабын ойлап, Джи-вон ашуланып көлігін айдап кетті. Сол кезде бас медбике Хённинге атасы есінен танып қалған мейрамханадан қоңырау түскенін хабарлады. Олар оның телефоны сол жерде қалып қойғанын айтты. Хённин телефонын алуға барғанда менеджер оған Ли Юнсон мен Хважада сол жерде болғанын, бірақ кейін жоғалып кеткенін айтты. Хённинге бірдеңе күдікті болып көрінді. Ол компанияға барып, Ли Юнсонды іздеді, бірақ Ли Юнсон әлі келмегенін айтты. Джи-вон Ли Юнсонға қоңырау шалды, ал Ли Юнсон өзін компаниядамын деп өтірік айтты. Дәл сол уақытта Хважа өз акцияларын Ли Юнсонға аударғысы келді. Аудару рәсімі аяқталған соң, бұл акциялар оған Annual Group'тың мұрагері болуға көмектесер еді. Осы уақытта оның әкесі оны тауып, оның тағып жүрген жүзігі шын мәнінде анасының жүзігі емес екенін айтты. Ол көршісі өрт оқиғасынан кейін жүзікті ұлына бергісі келгенін айтты. Оның жүзікті әкесіне беріп, оны шынайы иесіне қайтаруын сұрады. Содан кейін онды тауып, өзінің де, Хёнминнің де бауыры аталарына сәйкес келмейтінін айтты. Жалғыз үміт Джи-вон еді. Ол онға телефон беріп, оны Джи-вонға тапсыруын сұрады. Телефонның ішінде Джи-вонның әкесіне қатысты құжаттар болды. Он телефонды ашып, Джи-вонның әкесі қалдырған жазбаларды оқыды. Күн сайын Джи-вон үйіне оралған соң, атасы оның әкесіне хабарлама жіберетін. Атасы өзінің алаңдаушылығын қалай білдіруді білмегендіктен, осы әдіспен махаббатын көрсеткен. Он жөндеу шеберханасынан Джи-вонды тауып, оған телефонды берді. Джи-вон хабарламаны көргенде қатты толқыды, бірақ ол бірден үйіне қайтпады. Оған атасының соңғы үміті екенін айтты. Егер оның ішінде реніш болса, атасын құтқарғаннан кейін оны біртіндеп ұмытса екен деп үміттенді. Осы уақытта Ли Юнсон компанияның акционерлер жиналысына келді. Анасы мен қызы бірнеше акционермен бірігіп, төрағаның орнын басып алмақ болды. Хён мен атасының палатасына жақын ауруханада топтың заңгерімен кездесті. Олар төрағаның көзінше акционерлер жиналысын өткізуді талқылап отырды. Олардың әңгімесін естіген Хён мен Ли Юнсонға қарсы шығып, оны ақша үшін кез келген амалға барады деп айттады. Ли Юнсон Хён менге төрағаның орнын көп адамның көздеп отырғанын, ал Хён мен топты қалай қорғау керектігін білмейтінін айтты. Сондықтан Хён мен өзін мұрагермін деп айтуға құқығы жоқ деді. Ашуланған Хён мен маңызды нәрсені қорғай алатынын дәлелдейтінін айтып, Сева екеуі қарсы күресуге бел буды. Олар бөлініп, әртүрлі бөлімдердің акционерлерімен кездесіп, аталары үлкен еңбекпен құрған Annual Group'ты сақтап қалуға тырысты. Юнмин бұрын компанияға ешқашан мән бермеген еді, бірақ енді ол отбасын қорғау жауапкершілігін қабылдады. Ауруханада дәрігер Чи-унға оның бауыры атасына сәйкес келетінін және ота жасауға болатынын айтты. Алайда қосымша тексеруден кейін Чи-унның наркозға аллергиясы бар екені анықталды. Егер наркоз егілсе, ол комаға түсуі мүмкін еді. Дәрігер Чи-унға таңдау берді. Ол ешқашан оянбауы мүмкін екенін білсе де, Чи-ун отаға түсуге шешім қабылдады. Сол уақытта Чи-ун теледидардан атасын қызметінен босату үшін акционерлер жиналысы басталғалы жатқанын көрді. Сондықтан Чи-ун өз акцияларын Юнминге аударып, атасының орнын қорғауға көмектесуін сұрады. Хаван Юнминді тауып, ағасының өлімі үшін өзін кінәлі сезінбеуін қалайтынын мойындады. Ол бұл оның кінәсі емес екенін айтты. Юнмин әрдайым өткенмен бетпе-бет келуден қашатын, бірақ бұл жолы ол өзі қадірлейтін нәрсені қорғауды таңдады. Келесі күні акционерлер жиналысы ресми түрде басталды. Барлығы дауыс берді. Юнмин нәтижені қобалжып күтті. Соңында қорытынды жарияланды. Төрағаны қызметінен босату туралы ұсыныс 52% дауыспен қабылданбады. Юнмин атасының компаниясын сәтті қорғап қалды. Хва Чафра Ли Юнсон тарапынан сатқындыққа ұшырады.
Ауруханада Чри Унды операция бөлмесіне алып кетті. Операция кезінде Чри Унда кенеттен аллергиялық реакция пайда болды. Көптеген дәрігерлер жедел жәрдем бөлмесіне жүгіріп кірді. Чри Ун комаға түсті. Оны құтқару үшін Ван үнсіз қасында қалды. Атасы оянғанда Чри Унның оны құтқарғанын білді, бірақ Чри Унның әлі де комада екенін білмеді. Кейін Ли Юнсон төрағаға отставка туралы өтінішін тапсырды. Төраға шындықты білмегендіктен Ли Юнсонға ажырасу туралы арызды беріп, оны Чаға тапсыруын сұрады. Ли Юнсон төрағаға Чаның оның туған анасы екенін айтты. Ол жасағанның бәрі ол үшін еді. Ол жауапкершілікті өз мойнына алып, топтан кететінін айтты. Соңында төраға Чри Унның комада жатқанын білді. Ол қатты қайғырды. Ван төрағаға ақшада болашақта керек емес екенін айтты. Ол тек Чри Унның жанында болғысы келетінін айтты. Төраға одан ақшаға мұқтаж болған кезде Чри Ун үшін бәрінен бас тарта ала ма деп сұрады. Егер ол өз сезіміне жауап бере алмаса, онда бастамауы керек деді. Ванның Чри Унға мұқият қарап жүргенін көргенде, төрағаның жүрегі сәл елжіреді. Ол Ванға келісім бермек болғанда өгей шешесі оны іздеп келді. Өгей шешесі Ванның әкесі шаршап көлік жүргізіп, апатқа ұшырап, полицияға жеткізілгенін айтты. Екінші тарап 6 миллион вон өтемақы талап етті. Өгей шешесі Ваннан топ мүшелерінен ақша сұрап алуын өтінді. Ван отбасымен махаббаттың арасында қалды. Соңында ол әкесіне көмектеуді таңдады. Сол кезде комада жатқан Чри Ун кенеттен оянып, бірақ Ванды аспан үйінен таба алмады. Ванды еш жерден табылмады. Ақыры ол Ванды үйінің жанынан тапты. Чри Ун оған не үшін қашқақтап жүргенін білмейтінін, бірақ тек қасында болғысы келетінін айтты. Ол одан кетпеуін өтінді. Бірақ Ван аспан үйіне тек ақша үшін келгенін айтты. Ол өзінің оның әлеміне жатпайтынына және ол жерде болашағы жоқ екеніне сенді. Ол Чри Уннан енді оны көрмеуін сұрап, жүрегі ауырып кетті. Чри Ун атасына қайтып барып, Ванмен бірге болуға рұқсат сұрады, әйтпесе өмір бойы өкінетінін айтты. Ол ата-анасының тағдыры өз өмірінде қайталанбауы керек екенін айтты. Чри Унның сөздерін естігеннен кейін төраға терең ойға батты. Соңында төраға Чри Унға әкесінің сақинасын беріп, оны сүйген қызына сыйлауға рұқсат етті. Чри Ун сақинаға қарап, бір түрлі таныстық сезінді. Сол кезде ол Ванның да сондай сақина тағып жүргенін есіне алды. Ол бұл сақинаны анасының естелігі деп айтқан еді. Олардың аналарының қайтыс болған күні бір күнге сәйкес келетін. Чри Ун құрбандардың туыстарының тізімін сұрау үшін туыстар қауымдастығына хабарласты. Үйім оған бұл тізімді басқа біреудің де іздегенін айтты. Ол адаммен кездескен соң оның Ванның әкесі екенін білді. Сөйтсе, өрт кезінде Ванның анасы құтқарған адам Чри Унның анасы болып шықты. Ван тағып жүрген сақина шын мәнінде Чри Унның анасының сақинасы екен. Оны Чри Унға беру үшін Ванның анасына аманаттап кеткен. Сонымен қатар екі отбасы да бір ауруханада жерлеу рәсімін өткізген екен. Чри Ун Ванның анасына ақ раушан ұстап келгенін есіне алды. Дәл сондай ақ раушанды ол бұрын анасына және есіндегі кішкентай қызға сыйлаған еді. Екеуі бала кезінде бір-біріне естелік заттар алмасқан болатын. Осы кезде Ван ақыры отбасымен бірге отырып тамақ ішті. Оның өгей анасы мен өгей сіңлісі де оған жылап қабақ таныта бастады. Алғаш рет олар өздерін нағыз отбасы сезінді. Ван әкесінен жүзіктің иесі Чри Ун екенін білді. Әкесі оған егер шынымен ұнатса, жүрегінің айтқанын тыңдау керек екенін айтты. Сөйтіп, Ван Золушка стиліндегі биік өкшелі туфлиін киіп, жүрегінде жүрген адамды іздеуге аттанды. Тағдыр оларды әрдайым күтпеген жерден қайта-қайта жолықтырып отырды. Екеуі бала кездерінде бір-біріне берген естелік заттарын алып шықты. Олар дұрыс адам болса, махаббат сәл кешіксе де, бәрібір маңызды емес деп сенді. Соңында олар бір-біріне жүзіп тағып, өле-өлгенше шешпейміз деп ант берді. Юн мен кейінірек Ли Юнсонның тобы үшін жасаған барлық істерін біліп, оны қайта шақырды. Төраға жаңа барып, оған раушан гүл шоғын сыйлап, бәрін қайта бастауға үміттенді. Юн мен Ванның ағасының қабіріне барды.
Ол Хені қорғаймын, енді ешқашан жылатпаймын деп уәде берді. Оқиғаның соңында Ха Ван Джи Унмен бірге өмір сүру үшін аспан үйіне көшіп келді. Уайымсыз әрі махаббатқа толы өмір басталды. Баршаңызға қолдауларыңыз үшін алғыс айтамын. Келесі оқиғаларда кездескенше